Қазақстан мұнай өндіру мен өңдеу көлемін арттырды. 2017 жылдың өткен 4 айында мұнайды елімізге тәулігіне 1.700.000 баррель қара алтын шығарылған. Мұның басты себебі Қазақстанда іске қосылған ірі кен орындары. Десе де жарты жылда мұнай өндіру мөлшері ОПЕК бекіткен нормадан аспайды дейді тиісті мекеме өкілдері. Қазақстан мұнай өндіру саласында отандық машиналарды қолдану үлесінде арттырып келеді. Осы бағытта жұмыс істейтін серіктестік өндірістік қуатын 2,5 есеге арттырмақ. Отандық зауыттардың бірі бүгінде ірі ұңғыма құрылысы мен жөндеу, мұнай өндіріп жинауға арналған және жылу энергетикалық жабдықтарды шығарады. Жоба құны 15,3 миллиард теңге. Оны жүзеге асыруға Қазақстанның даму банкі несие бөлді. Болашақта экспортқа шығаруға біз қазір де дайынбыз. Осы проектті іске асырғаннан кейін жағдайы бірнеше рет өзгереді. Шығаратын жабдықтардың бәрі халықаралық стандарт пен сертификатты шығаратын боламыз. Қазір де сөйтіп жатырмыз. Зауыт қуатын 2,5 есеге арттырса, өнім көлемі 20.000 тоннаға ұлғаймақ. Ірі габаритті құрылғылар, бөлгіш бағаналар, реакторлар, мырыш жабыны бар металл бұйымдардың өндірісі реттелмек. Кәсіпорын бүгінде теңіз, қарашығанақ кен орындары мен бірталай мұнай өндіру зауыттарын отандық жабдықтармен қамтып отыр. Если мы продаем Мәселен, теңіз кен орнындағы компаниялар бізден Еуропадан тікелей алғандағыдай бағамен алады. Мұның өзі кедендік шекараны кесіп өтпесе де экспорт есебінде. Мысалы, газ үйлестіргіш құрылғы Ресейде де жасалмайды. Біз әлемдік стандартпен шығарамыз. Диаметрі 10 метр мұнай құрылғыларын Қазақстанда біз ғана жасаймыз. Қазір Өзбекстан, Түркменстанға да біраз өнім экспортталды. Ал Павлодардың мұнай химия зауыты жыл соңына қарай авиациялық керосин шығара бастайды. Осылайша жаңғыртудан өткен отандық 3 зауыт Қазақстанның авиаотынға деген сұранысын 100% қамтамасыз етеді. Павлодардың мұнай химия зауытында кәсіпорынды жаңғырту жобасы аяқталуға жақын. Осы жұмыстардың арқасында жоғары октанды бензин өндірісі 300.000 тоннаға дейін ұлғаяды. Сонымен қатар зауыт шығаратын жанар-жағар майдың сапасы К4 және К5 деңгейіне көтеріледі. Енді 4 айдан кейін 1 октябрьда 3 жаңа установкалар іске қосылатын болады. Және 1 ноябрьда жалпы модернизациялау, жаңғырту жұмыстар бұл заводта бітірілетін түрлері бар. Енді қазірдің өзінде заводтың басшылары, Қазмұнайгаздың вице-президенті, олар бізге осы мәселе туралы 1 ноябрьда модернизациялау жұмыстарды бітіреміз деп кепілдік беріп отыр. Жаңадан салынған технологиялық кешендер мұнай өңдеу көлемін 5 миллионнан 6 миллион тоннаға дейін арттыруы ықтимал. Зауыт толық жаңғыртудан өткенде өңделетін мұнай өнімдерінің сапасы кедендік одақ талабына сәйкес келетінін атап өткен жөн.